Сәлем қыздар, біз бүгін қарақаттан тосап жасаймыз. Жуып тазалап алған қарақатымды таразыға тарттым. 3 килограмм қарақат шықты. Енді құмшекерді таразыға тартып 3 килограмм құмшекер саламыз. Қарақат өте пайдалы. Бұның құрамында С дәрумені бар, қант, фосфор, қышқылы, темір бар. Ауыратқан кезде жесеңіздер ыстықты түсіреді. Пайдасы өте мол. Саланы құмшекермен араластырып блендермен еземіз. Егер блендер жоқ болса, мясорубкадан да өткізсеңіздер болады. Майдалап езіп аламыз. Осылай езілген дайын тосабымызға 1 литр су құямыз. Су құйған себебім тосабым қою болып қалмас үшін 1 литр су қостым. Дайын езілген тосапты газға қойып, баяу отта қайнатамыз. 20 минут қайнатып аламыз. Банкамызды стерилизовать етеміз. Қақпағымызды стерилизовать етеміз. Тосабымыздан ас